имам әріптесім айтып берген еді маған. Түс көрдім дейді. Түсімде жанымды суырып алды дейді. Жаным шығып тәніме қарап тұрмын дейді. Бірақ түс секілді емес дейді. Тура өңімдегідей болып отыр дейді. Тәнімді көріп тұрмын дейді. Алды да ұшырып әкетті дейді. Доли секундтың ішінде жер нүкте болып қалды дейді. Бір сәтте апарып тұрғызып қойды. Бұны неге алып келіңдер, тозаққа лақтыра салыңдар деп айтты дейді. Имам, біреу араша түсіп жүгіріп жүр дейді. Біреу араша түсіп жүгіріп жүр дейді. Бұның мына амалышы, ол пәленше үшін. Мына амалышы, ол анау үшін істеді. Валлахи дейді, өмірде шынымен де соған деген кетіп қалған ниеттердің бәрін сызып беріп жатыр дейді. 2010-да болған жағдай. 11 ме? 11. Жоқ, 10. Бәрін сызып тастап жатыр дейді. Содан өзімнің дейді, әлгі студенттік кезім бар дейді. Шетелде жүріп, 2 жылға $20 жеткізгем дейді, 2 жылда. Енді не деген тақуалық енді ойлашы. Нәпсі үшін істеген құртпаған, не қылмаған, медреседен шықпаған, кітап оқыған, көшеге деген шықпаған. Соны айтам ғой дейді жаңа. Шәкірттік кезеңім деп дейді. Соны айтқан еді, ол шешесі үшін деп айтты дейді. Ол амалы шешесі үшін. Кейде болады ғой, балдардың арасында бәсекелестік. Ұнау әке-шешесіне, оны әке-шеше де кейде кінәлі болады. Бір баласы өсіп қалып жатса, ойбай сол келмей жатып дастархан басталмайды, сол келсін кеңеске деп бұл да дұрыс емес. Балдарды алалау. Бала не істейді? Мен анадан өтуім керек, оның үстіне егер қатын андай болып жатса, сені менсінбейді, ананы күтеді, алауыздық пайда болады. Үмітті үздім дейді. Ең сеніп тұрған амалын сызып тастаған екен, үмітті үздім дейді. Содан айтыр, уақыт беріңдерші, мен барып бауырыма тапсырып кетейін, табыстап кетейін дегенім, анау жүріп жүр дейді. Тоқта, үмітті үзбе, тағы айтайық деп араша түсіп. Содан мүмкіншілік берді, қайтарды дейді. Қайтып келсем басымда бәрі жылап отыр дейді. Тәнімнің алдында дейді. Бәрі дейді өңімдегі дейді, қайтып салды дейді. Денем парша-парша болды дейді. Тардай шашылды дейді. Қайтып жанымды кіргізіп оянып кетсем, түсім дейді, үсті басым су. Енді Аллах Тағаланың сүйген құлы екенсің ғой дедім мен оған. Өміріңнің тірі кезінде қай амалың өтеді, қайсысы өтпейді саған көрсетіп берді ғой. Басынан бастай берсең болады екен ғой деп. Біз арқа сүйеп жүрміз ғой өзімізше кейбір амалдарымызға. Кім біледі ол Құдайдың құзырында қандай деңгейде ол. Анау үшін, мынау үшін деп сызып тастаса ертең, оны имам үшін істегесін, әкең үшін, көршің үшін, әкім мақтасын деп не қылады сонда өзімізге.